құрбандық шалған кезде мынандай сөздер көп болып жатады жаңағы. 3-ке бөлейін ба, 4-ке бөлейін ба, 5-ке бөлейін ба, қаншауын берейін, қаншауын алып қалайын деген нәрселер ше. Алла тағала айтады, осы кім құрбандық шалады ғой? Құрбандық шаласын, оның мойнынан атқылап шыққан қан жерге түспей жатып, Алла тағала сендердің сауаптарың беріп қояды дейді. Сен болды уже, сауабыңды алып қойдың. Ары қарайғысы негізгісі айтқым келгені де 3-ке бөлесің ба, 7-ке бөлесің ба, бір бөлігін алып қаласың ба, жоқ, бүкілін таратып жібересің ба, ешқандай проблема жоқ. Осынана уайым қылмау керек деймін да, уайым қылмау керек. Сен сойдың, болды, сауабыңды алып қойдың. Ары қарай бүкілін таратып жібересің ба, қанша аласың, ол ешқандай проблема жоқ. Ниетің Алла үшін құрбандық шалу еді ғой. Болды, сен ниетіңе қарай сауап алдың. Қаласаң бір бөлігін ал да тамақ істе, уырдақ істе, ешқандай проблема жоқ. Айтып тұрмын ғой, сен соясың. Алла тағала бұның малдың қаны жерге түспей жатып сенің сауабың беріп қояды.